Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Әсел. Менің бүгінгі рецепт болғанда бір өте ыңғайлы тәсіл деп айтуға болады. Мен жалпы қыс мезгілінде көктемге дейін осындай шөп түрлерін сатып алмаймын. Бұны біз біріншіден жуамыз, құрғатамыз, құрғақ күйінде ұсақ-ұсақ турап, осындай аузы кең бутылкаларға саласыздар. Сол кезде қатып тұрған зат өте ыңғайлы болады. Жалпы бұны сақтау тәсілі өте жақсы, себебі қазіргі уақытта шөптің дәмі нағыз таза болады. Қыс кезінде алған шөптеріңіз ондай тамаша иісін бермейді. Сол себепті маған қандай шөп түрлері керек, мен соның барлығын осылай кептіріп, турап, қатырып аламын. Мен сіздерге осы шөптің қатқан кезіндегі түрін көрсеткім келіп тұр. Көрдіңіздер, не жап-жасыл болып бір-біріне жабыспай жатыр. Себебі құрғақтай турап салған кезде шөптер осылай бір-біріне жабыспайды. Бутылканы жай ғана осылай сіркейсіздер салатын кезде, и сіздерге ол өте ыңғайлы. Желательно міндетті түрде аузы үлкен бутылка болған өте ыңғайлы салған кезде. Жалпы мен тураған кезде мына шөптердің сабақтарын алмаймын. Себебі көптеген иістің бәрі жалпы осы сабақта болады. Сол себепті сабағын міндетті түрде тураңыздар. Мен енді туралып болған дайын шөбімді осы бутылканың ішіне толтырамын. Шөп міндетті түрде құрғақ болуы керек. Себебі қатқан кезде олар бір-біріне жабыспайтын болады. Осылай сақтайсыздар. Керек кезде былай сілкісеңіздер болды, бәрі түсіп қалады. Сонымен сіздерге көп рахмет. Бұл ақпарат сіздерге ұнаса, видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, келесі жолы менен қандай видео күтесіздер, сол жайлы жазып өтсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет, сау болыңыздар.